Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз көлік және жол белгілері бөлімін бастаймыз. Ал балалар, бірінші осы жұмбақтың шешуін тауып алайық. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Мына жерде 3 түрлі түс берілген, осы түстерді таңдап топқа бөлініп алайық. Ал балалар, сабақты бастамас бұрын мына жұмбақтың шешуін тауып алайық. Бірінші, арқаның бар тым ұзын, ала алмайсың бір үзім. Табыңдаршы балалар, бұл жұмбақтың шешуін. Ал қанеке кім айтады? Нүре айта қойшы. Бұл жұмбақтың шешуі жол. Ой, молодец, жарайсың. Ал екінші жұмбағымыздың шешуін табайық. Өзі сөйлей білмейді, бірақ тоқтап жүр дейді. Ал кім айтады жұмбақтың шешуін? Ерасыл айта ғой. Бұл бағдаршам. Ой, жарайсың, отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бағдаршам болып шықты, я? Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға, бағытталған сұрақтар құрастыру. Сын есімдердің шығай түрлерінің көркемдік ерекшеліктерін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу. Осыдан сабақтың мақсаты шығады. Мәтін мазмұнын түсініп, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, сын есімдердің тұлғалық мағыналық түрлерін тілдесім барысында қолдану. Ал балалар, бүгін бірінші сабақты бастамас бұрын сұрақтарға жауап беріп алайық. Ал балалар, оқылым алдындағы тапсырмаларды орындайық. Бірінші, мына сұрақтарға жауап берейік. Ал балалар, оқылым алдындағы тапсырмаға жауап берейік. Бірінші, осы екі сұраққа жауап бересіңдер ме? Бағдаршам мен тіл арасында ұқсастық бар. Өйткені бағдаршам оны сурет арқылы жеткізсе, адам оны сөйлеп, өзінің тілі арқылы жеткізеді. Екінші сұрақтың жауабы: қызыл түс ол тоқта, ал сары түс дайындал, жасыл түс жүр. Ал балалар, оқылым тапсырмасы арқылы ойлан жұптап талқыла әдісі бойынша бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды анықтауға бағытталған екі сұрақ құрастырамыз. Дескриптор мәтінді түсініп оқиды, мәтіннің негізгі ақпараттарды анықтауға екі сұрақ құрастырасыңдар. Бағдаршам туралы өзінің қандай түстерінің мағынасын түсіндіріп. Ал балалар, өте тамаша, жарайсыңдар. Нақты сұрақты жақсы құрастырды. Сендерге жасыл стикер таратамыз. Бұл өте жақсы деген бағаны білдіреді. Ал балалар, мына бейне жазбаны тамашалайық. Әлемдегі тұңғыш бағдаршамның авторы британиялық Джейн Найт есімді азамат. Қолмен басқарылатын бұл бағдаршам Лондондағы Ұлыбритания парламентінің жанында орнатылған. Аз уақыт өтпей, оның жарық шамы жарылып, басқарып отырған полиция қызметкері ауыр жарақат алады. Қайғылы жағдайдан кейін құрылғы қауіпті деп танылып, 50 жылдай қолданыстан шыққан. Тек 1910 жылы чикаголық өнертапқыш Эрнст Сирин бағдаршамның бұрынғы нұсқасын жетілдіріп, автоматты түрде басқарылатын тиімді түрін ойлап табады. Ал 1912 жылы америкалық зерттеуші Лестер Вайер қызыл және жасыл түсті шамы бар электрлі бағдаршамды жасап шығарды. Бүгінгі күні көріп жүрген 3 түсті бағдаршам ең бірінші 1920 жылы ақш-тың Нью-Йорк және Мичиган штатында орнатылған. Жылдар өте бұл ақпараттың тиімділігі артып, кеңінен қолданыла бастады. Ал біздің елімізге бағдаршам Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеткен. Рио-де-Жанейроға бара қалсаңыз, жолдан өтерде абай болыңыз. Әйтпесе ол елде көлік жүргізушілеріне түнде бағдаршамның қызыл белгісіне назар аудармауға ресми түрде рұқсат етілген. 2005 жылы енгізілген бұл заң қызыл түске тоқтаған жүргізушілерді тонап кету қатерінің артуымен байланысты.
Қытайдың кей қалаларына бағдаршам 2010 жылдан бастап орнатылған екен. Оған дейін аталған құрылғыны жол қозғалысын реттейтін бойы 170 сантиметрден асатын сұңғақ бойлы сұлулар алмастырып келген. Берлиндегі 13 түстен тұратын бағдаршам жайлы естуіңіз бар ма? Туристер мен сырттан келген адамға оның барлық белгісін түсіну мүмкін емес. Сондықтан да полиция қызметкері бағдаршам жанынан бір еле кетпей туындаған кез келген сұраққа жауап береді. Ал Прагада жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам бар. Жазба бойынша деңгейлік тапсырмалар орындайды. Бірінші, бейнежазбаны тыңдап сын есімдерді көшіріп жазу. Бірінші деңгей. Екінші деңгей, мәтіндегі үш нақты ақпараттарды анықтап, хронологиялық кесте жасаймыз. Үшінші деңгей, бағдаршамның пайдасын кластер әдісімен түсіндіреміз. Дескриптор, мәтіндегі сын есімдерді тауып тұлғасына қарай талдайды. Жарайсыңдар. Ал балалар, өте жақсы, тамаша. Бүгін 2 жұлдыз бір тілек арқылы екі топ бір-бірімізді бағалайды. Ал балалар, бүгінгі сабақта өте жақсы. Топтар бір-бірімізді 2 жұлдыз бір тілек арқылы бағалайды. Нұрсетім, сен екінші топты бағалайды. Бұл топ олар жақсы жұмыс істеді. Бағдаршам туралы жақсы жеткізіп айтты. Ал балалар, енді жазуын тапсырмасын орындаймыз. Бағдаршам және балалар атты тақырыпқа хабарландыру жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды жетістік баспалдағы арқылы бағалайды. Ал сабақта не түсіндік бүгін, Камила? Мен бүгінгі сабақты өте жақсы меңгердім және бағдаршамды жақсы. Ал балалар, бүгінгі сабақта біз мақсатымызға жетті. Бағдаршам туралы сұрақтар құрастырып, негізгі ақпараттарды анықтадыңдар, деңгейлік тапсырмалар орындадыңдар, және хабарландыру жасадыңдар, мәтін мазмұнынан мағыналық сын есімдер мағыналық түрлерін анықтап, олардың қолдандыңдар.